Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Hürmetli şkol atay, 1941 yıldan hukuş başlanğın qayda bildiniz? 41 yıl hukuş başlanğan vaqtda yengileskile егін отауда болған біздер нешінші класстар болғанымыздар ананы қазіргіне сразу айта алмаймын. Солай бізді Алтынбайға апарды, Фәхірат деген қызы елап тұрып артынан еріп кетіп қалды, машинамен Алтынбайға айдалып кеткендер әлі қайдалар жұмыс білен. Ол уақытта қолға алып кеттілер мені мәтіп қорқып қады, елап тұрып артынан жүгірішіп барып өйді қалтырақта сол күні қайтып та кеттіге беттен Алтынбайға болмағас. Солай ғана енді солай оғыз басталған уақытта колхозда жүргенде. Қайда эшләнеген? Колхозда жүргенде мен атай колхозда арба филен түген тұрма мәхәнә кестеп жүргенде. Әсәй ғұмырының бойына кәшуәр дей тұрғандарына пубыр болып жүргенде. Жаздан қар яудырып қайта тұрғаны оқымаған сақта көсіп жүрдік біз. Яз шығып кете тұрғаны қар яудырып дегенде қайттық. Оқу басталғас, оқығанда күз күні яз күні тігі бұрынғылдан бір иней келіп қала тұрған ені бізді қарап, күз сентябрь тозайына қайта тұрғаны бұлай. Бірнеше семья көсіп жүріп тұрғандар ені гел, бесен уақыттарында, убырка уақытында да көсіп жүрінділер. 43-ші оқу елін бітірдімде 7-ші класты, 43-ші ел бітіп сұқтық 7-ші класты, яз көзге кетіпті барды мен. Хугушқа қасан ауындығыз? Ошы тұрауға сөйлеп кеткенін? 43-ші елдің 12-ші декабрында үйден шығып кеттік. Асқардан, наверное, 14-тәрі тирайында шоғырақ Асқарда яттық біз. Магентқа шынан шығып, Магенттің вокзалында бір өз күн ятып, анашынан барып, Алкинда 40-шы полкқа әтәулі 4-ші бригада сержантский состав деп 2 класс біткендер Баймақ әберлі райындары болғайнық. Бек әйбет қонақ орнына ләккейнік. Анашынан көжен мінеуердің балам отарқағында кеттегінде орысса білмейбіз, көбі біз ядайда ғана енді біләбіз. Шынан ашуға Мағафыр Зейнулла Сағдатов әсләмдер алар авиационныйға Шикаловқа ләккейнілер. 7-ші ме қалай. Өтелмей Уйыл Махматов Әхмиян ғана Әхмиян Әхмиян әләгіп қалды, қалғандары 40-шы несенсі полкталар, артиллерийский полкқа ләктілер алар. Бері Уфаға алып кетті бір 10 малайда Рәзәпов Зиннет мұна бірге кеткенік біздің ауылдан шынан. Анда Уфаға бір 3 күн ме, 4 күн ме бір бек йорттай аттығынды. Бүтін дүния көріне, әлек көрмегәс, ен яқта қараян, көз көрінген ерден көрініп аталар яланмақ. Шынан кері төшіріп, 40-шы полкқа алып келділі қойдылар әлгі. 44-ші елдің 44-ші елдің нейінде 16-ші майда формиров еттілер. Анан алда 2 набор алды еберділер енді фронтқа. Шынан біз дұқлайрақ малайдар қалдық гәл. Енді бұл қоройан тегендей болып қалған енді ол. Шынан пара вәнкамат деп 3-ші наборда алалар толтыра алмайдарына борды фронтқа беруге. Шынан ауырайған мүтә, жоқ кете бітті, қайтару білен барбір қайтып бітел, мен кері берелер бітінді ол. Деп кетеміз, шынан нетіп үске бөлділер, үс партияға. Өз арқағында менде фронтқа бергендер арағына әлегіп, шынан 44-ші елдің 16-шы майында фронтқа өк берген бұлдылар. Дем елғағының бойында зәнет елі жоқ, бір 2 күн ме, 3 күн ме аттықта, күнде сығып, елға бойында еуанып, күн өткеребізді, ашарға келген болып, шының бұларлан өткеріп, шының фронтқа берділер енді. Қайда һәм қасан фашист гаскәрләре менән тәүге бәрелештәрдә катнаштыгыз?
тәуге бәрілеште қайда болғандыла әйте алмайым анан. Урманда гел, урмандан урманға өрнік, әлләне қаты бәрілешкеле сұраманық, арды бердігіне көргіленігінде үлген кішіле бірәм-хәрәм гіне бұлғылағанын көргіленім. Шынан, анан адақ барып, қайыр екен де білмеймін, Калининский болыс болдым екен ол. Абарныла тұрдық. Одақ оқ тұрдығанда өзіміз траншей қадып, 450 метрға текті Арентин болды. Мен бірінші номер қол пулеметінде тұрдым. Анда дәулі Абарныла былай мылтық білән өзіміз қалған траншейда бір азынаға яқын тұрғандыр. Бірінші номер қол пулеметіне ләгіп, блиндажда тұрдым, анда рахатта тұрдым, ямғыр әлекмәне, ямғыр еуа тұрған анда, гел сырыс, үйрем бетінде көнтін, былай, шылай. Біз бұға гранат таштайбызда тұрабыз, бізді ату еғыл, гранат таштайында ұлтырағын траншейсінен ұлтырап деп, шылай тей тұрғандарыны. Шынан наступленияға тіп, алып кеткендердір енді, нетіп, бір күнме барғайнық, біздің өсіяқта тау қалқыбысында артиллерия етпен ташыдар енді, әраннедарды жол өтіп тұлы біз барған арала. Тұғылшы бір күн ядайда барған біздер енді бір ярты күнме. Сонан бір асық тәлеместеп тұқтанықта әбекке трансеға алған біліп, бір лейтенант алып барып отырған район болды, аналып кеттілер, бірнесе халдат район болып, партизандардан Реганың сыққан жолда тұтып тұрға деп үйберлер енді біздің. Бірінші Балтик фронт ме, екінші ме, сол Балтик бойында сұра-сұрға тейшмез деп. Тұтқынлыққа несік әліктігіз? Әліккіз Германияға алып кеткендар. Ошы тұрауға үліп кеттігіздер? Тұтқынлыққа сол сыққас, біз ертен сақ орманнан сығып, сыққында бек көңілді ұрра, шорт барам, кес бола башта бізді қауып тағы орманға индірділер енді кел. Солайты бере тұрғас, бір күні, бір несе күн үргенік, бір күні ертен сақ кескен біздің батальон жоққа соқтайын оланда, білмеймін, батальон орманға неткенде пулемет білен қырдылар енді өз бір арысты сыққан сәвес бетті ол арысты сыққанда сықтым біреуде жоқ көріндей қайда барып ала білген жоқ бір жол бойдап әдіреккіне бара бергенім ұлық жолда түгіл зиярат тарахына барып тұрған білдім да қарап тұрған сонда аяққа түртілген мақпас аяғымды ескіген үйрей тұрғас бірәм-әрәм қалып сыққандар көп енді сонан үйрей біз өзіміздің шасты деп Астан көп пулеметтағы екі малай ұсыранық, өсе болып алғайнық, аңғанса комбат, бір лейтенант білен үйредер. Біз ертен сақ танкылар кетер, алға кеттек, ұсыр бұдар жолда, алға ертен. Бір 40-50 кіші бір үзегіректен барып сыққайнық, асық яланға танкі дейінлер. Оккупациятығыда ятығыз дейінлер енді. Танкі құла қайданны бізді көрмәні өте ол деп. Шоғай яттық, танкі бұлай тыныс қана келділі, яқын айғас. Ете баштаны артиллерия біләнді, пулемет біләнді екі танкі тегір ауыр. Қаптырда яйғына келе бетелі алары. Шынан нетіп, сонда электігінде ертен сақ бір 40-50 кіші бар енегінде. Бізді командовать етіп барған сержант Олимпос лагеріне текті бірге барды ол. Қолдан ядай дағына қан орын әлі еңілгіне сыйылған ғана болғандар. Лейтенант білден ранне болған, артта яталар ендалар тұрып, лейтенант қасам деген болғайны, аттылар аны. Өзімдің көзім білен көрдім бұлай. Менде тұрмай атып қалырған, нетеп ятылған мекен,
ятам ерге басып акып падылмаған суы не эргеле үлгән кишен күп неме yok не башта барып бара берем бір озон немес килеп ултыра автоматтан аяғым астында аргап тұрып кешеге артынан танк алдына егіп алдылар 11 кеше танк алдына барған 12 алып бардылар енді 12 кеше тірі қалған болабыз енді 12-нче рет үйіріп барғандарды нетіп еған ерден әдірек кені өте кіргейні пулеметті бұрып қана пулеметпен аттылар ана 12-нче рет 11 кеше ләктік біз білінге ләктік те анан сол танк үстіне отыртып алып кеттілер де әдірек барып төшіріп анда полевой лагерьлары болған соң біздің хамақ элеккендер басық хавала прямо сонда бір 3-4 күн тоттылар да сонан Вильнюс той ист мынай демитрам Эстонияның әрегі түгел 2 түрмелі болдық енді қалай Таллин сонан Вильнюстың тағы неме бір түрме 2 түрмелі алар яқын ғана біріне ерте сақсағар хаттағанда ертіп апарыла еткерілер енді сонан анан Ригаға апарып не пароходпен жіберділер енді Германияға. Германияның һеҙҙе кем ҡотҡарҙы? Американстар 44 йылдың 14 апрелендә араунда 9 ай белендә булдым 43 йылдың 14 қалаһын яҡындата әйтә алмайым. Ана Ганауэрға яҡын булырға тейеш. Американстар үҙебеҙҙең яҡҡа сығардылар инде, анда беҙ бер айға яҡын торҙоҡ әле ул. Американстар яғында не просто тылғараҡ барығыҙ тинеләр дә, артҡараҡ барып американстар үҙебеҙҙең яҡҡа сығардылар да газ инде Эльфенборг дигән бер военный городок булырға тейеш ул. Берлиндән 62 бер 2 бар инде қалай баһала. 72 шул, 100 километрга тулмай. Шунда тордык. Военный городокта бер 2 этажлы өйҙәр ине, уратып кәртәлейне ул. Шунда торганда хозботта йөрнек. Хозботта йөрөп, шунан не күптә арык тордык. Август тауғастыр беҙҙе йыяу ҡыбырҙады инде. Неге Японияға тип балтай титкәнем ағыраҡ булды. Шунан сығып килеп әҙләп килеп бер көн килдек, 2 көн килгәйнек. Шунан настоящий поход ҡайҙан инде. Тәүге көнө 35 километр, шунан 40-ҡа яҡын шулай үткәйнек. Аҙағынан 45 километр көн һайын артыҡ белән үтеп торолды инде. Шулай итеп, весь военный форма ғына юҡ беҙҙең. Военный, бөтөн военный булды инде. Батальон дарға бөлөп, немецкий палатка белән ашу килдек тә, нитеп ауғас айын килдек. Сентябрьдең нисәләрендәлер Белоруссияға Жабынка станциясына килеп туҡтап, шунда бер нисә көн ятҡайныҡ, шунан таратҡылап башлағандарҙыр инде. Беҙ Пермь обласына эләгеп, Молотов элекке Нижний Тузимгә бардыҡ та үлә. Тузим тигән поселокка алып барып, сентябрь айҙарын, сентябрьдең 12-һендәме барғанбыҙ, минең трудовой книжкала 12-һенән булыр, или 16-һынан. Шунан анда яҙға тикте. Яңы йылда 4 кешене командировкаға ебәрҙеләр. Беҙ 4-әү бергә шабысып йөрөгәндәр Фәсхетдиновта һауаға Билерет районынан, нидән Оренбургдан Гайсина Әхмәт Керәй ағай основной, шуларҙы бик һәйбәт ҡарап алып йөрөнөләр. Шулар белән китәргә типтегеләр, әйҙә китәйек тип, мин йөрөмәйем тип ҡалдым да, ана шунан яҙғыһын
май айында Нижний Луг деген жеріміз Белоретмек районный город, шунан 12 километр, шунда Кама бойында тағы стройкаға келіп, шунда 50 жылға тікті ештеңе менде 49 жылдың адағында қайтты мен анан. Шул Нижний Луг деген бірнеше барак кына строить еткендерінен да біз барғанда май айында бардық. Шунан 46 жылда бетінде май айында бардығында. Шунан күзгі декабрь айында недер Гербованный Илешер районынан татар қыздары келді. Бір 40 теңлер. Оялып бармай ердім мен алардың қасына. Орыстар мен нете тұрғанны. Әйді барайық земляшкаларын келген бет бір рәу бек нетіп алып өрнейінде деймдеп. Шынан бір күнді барып, сон татарлар барағына бардым. Аты колхоздан нәрет келген дәрқашқан тұп-тұл ойынды кеше. Сонда барып, Арақият деген бір қыздар бен танышып, мына соны бен тұрып, сонда біргелеп, 49 сыйлана сонан бірге қайттық енді мында. Қайттық та керек міне. Сол 49 сыйлдың адағында 50 сыйлға барғас қайтып келдім ауылға. 2 болып қайтып келдік енді бірау етіп. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.